баяғы өткен заманда, баяғы өткен заманда, дін мұсылман аманда, кіші жүздің ішінде Шағалбайлы елі бар. Шағалбайлының мекені Ақ теңіз деген көлі бар. Жайлауын сұрасаң, ұлан жәмбі белі бар. Шағалбайлы ішінде Базарбай атты байы бар. Байлығын оның сұрасаң, өлшеу қылып айтуға есеп жетпес жайы бар. Байлығында өлшеу жоқ, 700 түйе жүк екен. Ділдәсі мен жамбысы 1000 түйе жүк тағында. Қанты менен шайы бар. Аяқты малда есеп жоқ, айдап бағып шайлы. Әлғиса, сол Базарбайдың 3 әйелінен 9 ұлы бар екен дейді. Елге бір жылдары опат келіп, 9 ұлы бірінен соң бірі ауыр кеселден қайтыс болған екен. Базарбай Құдайға нала қылып, ашумен 3 әйелдің үстінен тағы да 6 әйел алыпты. 6 әйелінен періште жүзді, періште сипатты Төлеген деген ол дүниеге келеді. Төлеген Майкөтен болып, артынан 9 жылдан кейін Сансызбай деген 2-ші жыл дүниеге келіпті. Бірақ олар қанша ер жетсе де, Базарбай екеуіне қалың бермепті. Қалың дегені ешкіммен атастырмаған, айттырмаған. Сонда дейді, Төлеген әкесіне ренжіп 12 жастан бастап 20 жасына дейін ат баратын жердің бәрін түгесіп, қыз қоймай, бәрін қарап, бірақ ешқайсысын жаратпапты дейді. Сонда еліне бір саудагер келіп, дүнияда базарқор, дүниеқор, Базарбайдай байды көрмедім. Мыңғырған малы бар, дүниесі бар, бірақ 2 ер жеткен ұлы бар екен, екеуіне де қалың бермеген екен дейді. Сонда жұрт жиылып, бұл Базарбайдың кінәсі жоқ, бұл кінәнің бәрі Төлегенде. Базарбай қанша қыз таныстырса да, еш қайсысын жаратпай жүр дейді. Сонда әлгі саудагер Төлегенді шақырып, Төлеген, Ақжайық деген жер бар, Ақжайықта 6 шекті деген ел бар. Қыздары шетінен сұлу, іздегеніңді сол жерден табасың дейді. Төлеген сонда Ақжайыққа аттанбақ болады. 80 жігіт қосшы алып, 15 жігіт басшы алып, Ақжайыққа қамданып тұрған жер екен дейді. Ал Базарбайдың төлеген, ерте туған көбеген, 80 жігіт басшы алып, 15 жігіт қосшы алып, Ақжайыққа жөнеген. Айдың күннің нешесі, ай қараңғы кешесі, падишадан кем емес ер Төлеген мүшесі. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі шыбын жанға жан айтып, артынан қуып жетіп тай. Өлгенде көрген шешесі сондағы шешесі артынан қуып жетіп айтып тұрған жер дейді. Анасы сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді, мінгенде аттың аласын, менен бір туған баласын. Адал балау тастайма атасын, менен анасын, қал дегенде қаласың, айтқанда тілді аласың. Айтқанда тілді алмасаң, құрттың ана шарасын. Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Қой шешеке жыламау, жылағанмен боламма, бекер босқа шешеке көзіңнің жасын буламма. Жиырмаға келгенше маған қалың бермедің, тең құрбымен көрмедің. Осы екен саған сыбағау. Келгін балам қайтсанау, анаңның тілін алсанау, патша қызын алсана, өз еліңді жатсанай. Біреудің тілі тимей ме, қартайған әкең Базарбай сенің үшін күймей ме? Ел ішінде тентек көп жихан кезіп жүргенде тентіреген демей ме? Ата-анасын зарлатып бір қыз үшін кетті деп, дос дұшпаның күлмей ме? Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді.
айналайын шешек-ау тайғұлан ғой қаңғырып бұралқы болар қораға бір сұлу алмай шешекеу сірәда көңілім тынар ма талап қылған ісімнен ақ басын ерлер бұрам ма мен жайықтан келгенше жүзіңді аман көргенше тапсырдым ата анамды жаратқан жалғыз аллаға анасының тағы бір қайып тұрған жер екен. Өзеннің көркі тал болар, жігіттің көркі мал болар. Малыңда болса қарағым, қарада басың хам болар. Алуа асап іштің бал жала шайнап жедің жал кетер болсаң қарағым жылқыдан таңдап қыр жорғал. Сансызбай болса жас едей сүйеніп кімге күнелтер артыңда қалған кемпір шал төлеген сонда сөйлейді сөйлегенде билейді мінгенде аттың аламын сенен бір туған баламын көңіліме түсіп бір қиял сапарда шегіп барамын алладан нәсіп бұйырса бір сұлуды аламын алладан нәсіп болмаса Меккеге таман барамын. Әлғиса дейді сонда төлегеннің екпінін байқаған анасы қанша сөз айтсам да қанша қылсам да төлегеннің бәрібір бұл сапардан беті бері қайтпайтын түрі бар. Одан да әуелі Алла одан соң әулие әмбиелерге тапсырып балама батамды берейін деп